Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда табиғи ашытқының көмегімен жасалған ағзамызға өте пайдалы осындай батон нандарының құрамымен бөлісетін боламын достар. Егер сіздерде табиғи ашытқы дәл қазір өз қолдарыңызда болмаса, достар, менің инстакаунтыма өтіп, дайын табиғи ашытқыны өз қалаларыңызға алдыра аласыздар, немесе жасалу жолын үй жағдайында өздеріңіз нөлден бастап шығарып үйрене алатын боласыздар. Ол үшін менің инста парақшама тіркеліп кетсеңіздер болады, достар. Мен астына өзімнің ссылкамды қалдырып кететін боламын. Біздің табиғи ашытқыдан жасалған нандарымыз ағзамызға өте пайдалы және де тез қорытылатын болады. Асқазанымызға ешқандай да ауырлық салмақ бермейді және де ешқандай да изжогалар келтірмейді. Менің сіздерге кеңесім, достар, жасанды ағзамызды улайтын дрожждан бас тартып, табиғи ашытқыға ауысып, өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер, достар. Ал мен өзімнің отбасыма және өзімнің балапандарыма ағзаларына пайдалы, ешқандай зиян келтірмейтін нанымды ұсынатын боламын. Ал достар, менімен бірге осындай пайдалы нанның рецептісін тамашалау үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің салған осындай керемет рецепттерім сіздерге бірінші болып шығып тұратын болады. Ендеше біз нанымыздың құрамына кірісейік. Бізге осындай салқын су қажет. Бізде бұл табиғи ашытқы салқындықты жақсы көргеннен кейін сүтімізді де салқындатып алатын боламыз. Барлығын тоңазытқыштан алған бойында пайдаланамыз. Және де осының үстіне қантымызды салатын боламыз. Қантымыздың кейін сары майымызды, яғни бөлме температурасында жібіп тұрған осындай сары майымызды қолданатын боламыз, достар. Енді осының үстіне біраз қасықтай тұзымызды салатын боламыз. Мен сіздерге толық мөлшерін астына жазып қалдырып кететін боламын, достар. Ал мынау менің табиғи ашытқым, бұл менің жүрегім десем де болады. Мен бұл табиғи ашытқыны дрожждың орнына барлық нандарыма күнделікті пайдаланамын, достар. Бұл табиғи ашытқыны біз нанға пайдаланбас бұрын ашытқымыздың бойын көтеріп алуымыз керек. Егерде көтерілмеген ашытқы болса, нанымызда дәл солай көтерілмей пісетін болады, достар. Және де нанға пайдаланар алдында міндетті түрде дәмін көріңіздер, достар. Біздің ашытқымыз қышқылданбауы қажет. Нан илеуге дайын ашытқымыз дәл осылай біздің сұйықтығымыздың бетінде қалқып жүреді, достар. Егерде осындай сұйықтықтың үстіне салған кезде табиғи ашытқыларымыз астына батып кететін болса, ондай жағдайда бізге нан илеуге мүлдем болмайды, себебі біздің илеген нанымызда көтерілмей қалатын болады, достар. Енді осының үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұнды салған кезде сіздер мұқият болыңыздар, себебі әркімнің ұнының құрамы әртүрлі болады. Біреуінде сұйық, біреуінде тығыз болады. Сол себепті де қамырларыңыз қатты болып иленіп кетпес үшін сіздер жаймендеп үстінен сала отырып, қолдарыңызбен илесеңіздер болады, достар, қамырды. Мінекей біздің қамырымыз осындай қатты тығыз емес, қатты сұйық емес, орташа көлеммен қолға жабыспайтындай болу керек. Енді осы иленген қамырымыздың бетін жақсылап жауып, ауа кірмейтіндей етіп, бөлме температурасына жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағат демалған қамырымызды біздің июі қанып, сондай эластичный болып тұрады. Қолға мүлдем жабыспайды. Мінекей қараңыздар, достар. Енді осыны жақсылап бір рет қайтарамыз қолымызбен, одан кейін барып бетін жауып, тағы да 1 сағатқа көтерілу процесіне қалдыратын боламыз. 1 сағат демалған қамырымыз біздің көтерілген. Енді осыны ыдысымыздан түсіріп аламыз, дағыны 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөлінген қамырларымызды дәл мен сияқты қайталасаңыздар болады. Батонымыздың формасын жасайтын боламыз, достар.
Екінші қамырымызды да дәл осылай етіп батонның формасына келтіретін боламыз. Дайын болған қамырларымызды листімізге орнатамыз, араларын ашып қоямыз, бетін жақсылап жабамыз дағыны 3-4 сағатқа көтерілу процеске қалдыратын боламыз. Қараңыздаршы, менің қамырларым қандай керемет болып көтерілген, өздері сондай том-томпақ. Енді осыны жәймендеп бетіндегі салапанын аламыз дағыны батонымыздың формасын бетіне кесіп шығатын боламыз. Яғни біз тек қана 5 қана тілік жасайтын боламыз. 5-тен көп болып кетпесін және де аз болып кетпесін, иә. Мінекей достар, менің батон нандарым да дайын болды. Енді осы нандарды қызып тұрған отқа салатын боламыз. 200 градуста 35-40 минуттай піскенше ұстайтын боламыз. Мінекей достар, біздің ыстық батон нандарымыз да шықты. Иісі сондай керемет, бүкіл үйді алып жатыр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осындай пайдалы нанды отбасыларыңызға да жасап берсеңіздер болады достар. Ал мен ыстық нанмен ыстық шайымды ішіп алайын отырып. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, астына пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып шығу үшін. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын достар. Сау болыңыздар.